Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге алтын. Бүгін шоколадный торт брауни дайындаймын. Оған керегі шекер, ұн, какао, жұмыртқа және май. Ыдысқа 1 стакан шекер салып, оның үстіне 1 стакан сүт құйып, 4 ас қасық какаомызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Араласқан сұйық массаны екіге бөлеміз. Бір бөлігін стаканға құйып қоямыз. Екінші бөлігіне 2 жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Бір кесе ұнымыздың үстіне 1 қасық қопсытқыш, 1 қасық ванилинімізді салып, сұйық массаның үстіне електен өткізіп саламыз. Әбден араластырып алып, жарты стакан сұйық майымызды құйып, тағы да дұрыстап араластырып аламыз. Дайын массамызды формаға саламыз. Пеште 180 градуста 30-40 минут қойып пісіріп аламыз. Тортымыз дайын болды. Сұйық массадан алып қойған бөлігін үстіне құйып, духовкаға 5 минутқа тағы да қойып аламыз. Мен тортымды сармайға шоколадты араластырып, ерітіп алып, бетіне жағып сәндедім. Оны өздеріңіз білесіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, брауни өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Баршаңызға ас болсын.